Балалар, мына Арыстанбап деген әулие аталарың, бұны сахаба дейді, оның әңгімесі көп, түсіндір ма? Әлқиса бұның баяны анау Миғраж оқиғасынан басталады. Миғраж аспанда пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам ұшып жүрген кезінде бір мынандай кәміл рухты көрді дейді. Сосын, "Ей, бұл кім?" деп Жебірейілден сұрап еді. "Бұл Қожа Ахмет Яссауи деген өзіңіздің үмбетіңіз болады, 4 ғасырдан кейін шығады. Осы сіздің осы сүндетіңізді, хақтың жолын сол жалғастырады, осы Түркібаласының даласынан" деп дейді. Сол кезде аманатқа мен бір құрма қалдырайын бұл үмбетіме. Кейінгі біздің осы кездесуімізге осы куә, осы құрма ағашы болсын деп дейді. Содан не керек, енді бір күні бір осындай жерге түскеннен кейін сапар бітеді, аяқталады, осындай сахабалармен келе жатып бір шайқасқа түсіп қалды, азық таусылып қиналды дейді пайғамбар. Сол кезде Жебірейіл періште мына жәннаттан бір тостақ құрма алып келді дейді. Соны бәрі жыпырлап жеп жатыр еді дейді, бір құрма ұстап тұрады дейді. Сонда ана кімге пайғамбарымыз алейхиссаламға танысып көрінді дейді. Мынау не карамат, мына хикмет не деп еді? Жебірейіл періште айтты дейді сол жерде. Есіңде ме баяғы Миғраж оқиғасындағы? "О, Ахмет деген үмбетіңе қалдырам" деп едің ғой. Иә. Бұл соның үлесі деп айтты дейді. Енді бұны аманатты иесіне жеткізу керек. Соны айтты, енді бұл қалай жеткіземіз? Содан бір кезде кім шығады кән деп еді? Арыстанбап деген мына аталарым тұр ғой, міне менің ту сыртымда. Қараңдар міне. Осы аталарың айтты дейді, "Құдай қаласа, Құдай қуат берсе, мен барам, осы егесіне тапсырам, бірақ сен дұға қылыңыз енді. Менің өмір жасым ұзақ болсын" деп айтты дейді. "Жақсы, онда" деді, тағыны жақсылап ексерлеп отырып дейді, жақсылап бата қылып пайғамбар бетін сипады дейді. "Сонда бір сұрағым бар" деп айтты дейді Арыстанбап. "Иә, мен аманаттың егесін түркі даласына барғанда оны қайдан табам" деп айтты дейді. Сонда айтты дейді, "Ей Арыстанбап, сахаба үмбетім, 7 дарияны кешіп өтесің, 7 тауды асып өтесің, 70 жұрттың жерін басып өтесің, 70 түрлі тіл білесің оған барғанша. Сен аманаттың егесін бұлай танисың" деп айтты дейді. "Оның мына медресеге кірген ізі болады, шыққан ізі болмайды" деп айтты. "Сол кезде сен білесің оны" дейді. Содан не керек, арып ашып кетті дейді. Енді аяғындағы жа темір етігі теңгедей болды дейді, қолындағы жа темір таяғы тебендей болды дейді. Содан мына Сайрам деген жер бар ғой. Сол жерде Хан көпір деген жерге келіп, әбден қартайып, әбір жеп бұлақтың суын ішіп отырса дейді, мынандай кішкентай 7 жасар бала келе жатыр дейді, арт қарап келе жатыр былай. Сосын бұл таң қалды да, баяғы 4 ғасыр бұрын пайғамбардың айтқан сөзі есіне түсті дейді. "Ей, оның кірген ізі болады, шыққан ізі болмайды" деген. "Ей, осы емес пе екен" деді. "Ей, бала, бері кел" деп айтты. Келді дейді. "Ассалаумағалейкум". "Уалейкум ассалам". "Кім баласың?" "Ыбырайымның баласымын". "Шешеңнің аты кім?" "Қара шаш". "Өзіңнің атың кім?" "Ахмет". "Нелісің?" "Қожамын". Жақсы. Сен не үшін бұлай артыңмен келе жатсың? Неге бұлай бетіңмен жүрмейсің басқа балалар сияқты? Сонда 7 жасар баланың ақылына қараңдар сендер. "Әй, бұл медресенің ішінде мені Құран хадиске сауатында ашқан ұстазым бар. Ұстазға арқасын көрсетуге болмайды, әдепсіздік болады. Ілім, білім 1000 сатыдан тұрады. Соның 999-ы әдептен тұрады. Біреу ғана ілім, білім деген" деп айтты. Сол кезде барып Арыстанбап ойлады дейді. "Ай, осы не де болса таптым мен осының, аманаттың иесі осы болу керек. Ей, атың Ахмет екен, кеудең толған хикмет екен. Аш аузыңды, мен сенің жаңағы аманатыңды берейін пайғамбардан әкелген" деп. Сон 7 жасар бала деп аузын ашып еді дейді. Аузында 4 жылдан бері сақтаған құрманы алды да таңылайына тастап келіп жіберіп еді. Лық еткізіп бала жұтып қойды дейді. Сасық қалды дейді Арыстанбап. "Әй бала, мен 400 жылдан бері мынаны таңылайымның астында сақтап келе жатырмын саған. Сен бір дәм ауыз тей деменің ғой бұл" деп. Сонда 7 жасар баланың зеректігіне қараңдар. Анау айтты дейді. "О ата, онсыз да 400 жыл болып таңылайыңызды тіліңіздің астында сора беріп, етінің бәрін жеп сүйеу ғана қалыпты ғой, маған енді не дейсіз" деп айтты дейді. Сонда атасы күліп жіберді дейді. Сосын айтты, "Жарайды енді, қанша дегенмен енді 7 өзенді кешіп өткен, 7 тауды асып өткен, осыншама шеккен азабым бар, қиналғаным бар. Енді бір ауыз алғыс айтсаң еді" деп айтты дейді. Сол кезде 7 жасар Яссауи Ахмет өгіздегі аты қолын жайды да бір ауыз сөз айтты дейді. "Ал ата, онда сізге барып түнесін, бізде жат білесін. Аллаху акбар" деп айтты дейді. Көрдіңдер ме? Содан бастап міне 1200 жылдай уақыт болып қалды. Әлі күнге дейін Қазақстанның жалпы мына мұсылман түркі халықтарының жұрағаттары осы ауыл аймақтарынан ағылып келіп осы жерге, міне қазір Шәуілдір деп аталатын жер, Отырар ауданының орталығы. Осы жерде Арыстанбап бабаларының басына келіп түнейді, Құдайдан тілектерін жасайды. Сосын Қожа Ахмет Яссауи жерден 70 километр жерде жатыр. Сол жерге барады тағы да бір күн дұға қылып Құдайға мінәжат қылып жатады. Түсіндіңдер ме? Әне баяғы ата бабалардан дивани хикметтен жеткен әңгімесі дейді. Енді анық қанығын ақиқатын бір Алла тағала өзі біледі. Біздіңкі тек сендер кейін өскен кезде азамат болғанда біздің мына көкелеріміз бізге бір есті әңгіме айтып қалдырмады деп маған ренжімесін деп аз кем сөз шығарып отырмын әне.